Сәлем, аман есен тұрдыңыздар. Ана бір достарым кепті де бағана бүйтеді. Әлгі перизатқа 20 мың берген кезде басқадан болса тақудың бақты шығарып апарып, бір шишаңшыны қасына апарып, ой, міне бәңкеден шығардым деп беріп, талай адам деңірететін зопиндар жасаушы еді, сендер не құр бергендеріңді білдірмедіңдер деп. Әлгі оның алдында да талай адамға беріп жүрміз. Мен сол кішімді ғана таныстырады екенмін осы экранғачы. Ондай бірдемелерді онша бір үлкен не қылмаппын. Өйткені барлық істерден, кейбір істерді айтуға келмейді ғой. Мына юрун чапандары қалқым. Мына менің үстімдегісі сәл қымбатырақ. Мыналардың бәрін 199-дан қимыл. Мынау не үшін сіз мынау Айдынбаудың марканыкі. Бірақ бұны сіздерге 299-дан. Бекер орында десеңіз болды. Мына гансарларымның лохаба, мынаның арты мынандай жіп алды лохаба. 45 сомнан қалқым, міне көрдіңіздер ма? 45-тен мына лохаба пасон. Мынау 55-тіке, мынау 55-тіке, мына немене көз қойылғаны. Мыналарды сіздерге жың яңмау дедім, 55-тен, мына 10 жыл киіп, бір түгін шығарамайсыз. Мынаның 80% яңмау пренсеті бар, әлгі 4 күн киіп, гыдас кететін емес. Оны посондырма кешер жағасы бар, міне қалқым. Бас бетте менің ұнқат нөмірім бар, қосып алуды ұмытпаңыздар. Мына ерлер киіміне тұтышқаннан бері міне талай сатып жатырмыз, міне. Алған кісілердің де НК-сы өте жақсы, өнінген әлгі аяқтарымды да қатыржам алыңыздар, қалқым. Ойбай, гара-гара десеңіз, мен үстіне тағы біреуін салып берем. Киім де сондай. Міне, көрдіңіздер ма? Сондай айбат киімдерді осындай бағада берді, қалқым. Мына үйрен құды, мына үстіндегі қымбат анауы мен десем, сенбей қалып жүрмеңіздер. Мынаны қанша дедім? 399 дедім мен. Мынау Айдынбаудікі, мынау бұл қымбатырақ кіруі. Ал енді мыналарды үйткені, бұлар да марка, бірақ мынаның бәрі әлгі неме дейміз? Қайланжы ана мына сияқты әлгі маркада, бірақ анадан нөмір толық, мыналардан нөмір толық емес. Сондықтан арасында сәл парқ бар. Бұл нөмір толық мал мен нөмір толық емес малдың сәл парқы болады, қалқым. Міне. Мынаны қараңыздар, сүртте саласыз, жумасаңыз да, мыналар міне керемет. Өрен көйін, міне қараңыздар, қалқым, мыналар міне. Ибай жеуші жеу. Жеп жеңіл құш жүні үйрен пәй, ама түсінен мақта шықпайды. Жеп жеңіл құш жүні пәй үйрен. Міне қараңыздар, шында фасон. Юронға мына мау Жомайденға барып ұстадыңыз 7-800 айтатыны. Енді мынауда нөмір толық, мынауда сәл қымбатырақ, қалқым. Мынаны да мен сіздерге 399. Өйткені мынауда Айдынбау марканыкі, қалқым. Өлің көйін мына марканыкі қымбат сатады екен демеміз, Айдынбаудың Жомайденінде 3000 сатасыз ғой, ананың бағасында сол баға маркасында. Сіз сол бағасында азырақ тажығып аласыз Жомайденде. Бірақ біз мына жерде зауыттан әкелгенге сәл арзан сатып жатырмыз. Оның үстіне біздікі өте көп мал, мынау. Көрдіңіздер ма? Фасон